Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен дүкендегідей өте керемет пряник дайындайтын боламыз. Жұмсақ болып шығады. Bir жасап қойсаңыздар ұзақ уақыт қатпай тұрады. Дәмі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен газға ыдысымызды қойып, біраз қасық құмшекер салып, осылай баяу отта қызартып, құмшекеріміз күйіп бастау қажет. Сол кезде араластырып аласыздар. Қатып, күйіп кетпеуі қажет. Енді су құятын боламыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, толықтай осылай ертіп аласыздар құмшекерді. Содан соң осылай суымыз қап-қара болып кеткеннен кейін қалған құмшекерді салып, венчикпен толықтай араластырып аласыздар. Және де бізге осындай 3 түрлі приправа қажет. Барлығын бір ыдысқа салып, құмшекеріміздің үстінен салатын боламыз. Және де барлығын толықтай араластырып аласыздар. Приправамыз араласқаннан кейін құмшекеріміз толық ерігесін астын өшіретін боламыз. Енді басқа ыдысымызға салып, енді жарты стакан ұн саласыздар. Осы ыстық күйінде салып, жақсылап араластырып аласыздар. Арасында осындай комочек болып қалмауы қажет. Бізде осындай түсі өте әдемі тесто шығатын болады. Енді сары майымызды ертіп, суыған кейін қосатын боламыз. Жақсылап араластырып аласыздар венчиктің көмегімен. Осылай тестамыз суыған кейін барып жұмыртқа қосамыз. Ыстық болса, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Жақсылап араластырып аласыздар. Және де разрыхитель немесе сода қосамыз. Мен кішкене сода және де разрыхитель қостым. Енді қалған ұнымызды осы електен өткізіп қосамыз. Жақсылап араластырып аласыздар. Бізде қолға жабысатын қамыр шығады, сондықтан перчаткамен немесе осындай лопаткамен араластырып алған дұрыс. Әйтпесе қолыңызға қатты жабысады. Енді кішкене астына ұн себеміз. Енді тестамызды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Онға көп ұн салудың қажеті жоқ. Осылай қамырыңызды бір-біріне біріктіріп, әдемі тесто шықса болды. Осымен дайын. Осылай жақсылап біріктіріп аласыздар. Қатты қылып елеудің қажеті жоқ. Енді осы қамырды жайып, домалақтап, тура домалақ бауырсақтікіндей бір формамен кесіп алсаңыздар болады, немесе мен сияқты бірнеше бөлшектерге бөліп алсаңыздар болады. Шамамен 20 шақты пряник шығады. Мен осылай бөліп шықтым. Таразы болса 40 граммнан бөліп алсаңыздар болады. Содан соң осылай домалақтап шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей қамырымызды біріктіріп, әдемілеп бір тегіс қамыр илейтін боламыз, осылай домалақтап. Барлығын противеніңізге қойып болған кейін осылай үстін басып шығасыздар. Сонда біркелкі әдемі формада піседі. Осымен дайын. Енді пешімізге салып 10-15 минуттай пісіріп аласыздар. 180 градуста. Осылай іші толықтай пісіп, көтеріліп, өте әдемі болып шықты. Көп ыстауға болмайды, қатты болып қалады. Осылай ағаш тығып, немесе осылай көріңіздер, іші толықтай пісуі қажет. Осымен пряниктеріміз дайын. Енді бетіне глазур дайындайтын боламыз. Осылай ыдысымызға астын жақпай жатып, құмшекер және де су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді астын жағып, осылай араластыра бересіздер. Құмшекеріміз ерігенше орташа отта қайнатасыздар. Құмшекеріміз толықтай ерігеннен кейін барып, астын жай қойып, баяу отта 5 минут қайнатасыздар. Сонда біздің глазурымыз дайын болады. Енді осындай ыдысымызға кішкене ғана құйып аласыздар. Содан соң астына осылай видеода көрсетілгендей пряниктерімізді аунатып алатын боламыз.
мен осы жерде дұрыс жасамағам. Аз аунатқаннан кейін ол дұрыс болмайды екен. Әбден аунату керек. Сіздерге көрсететін боламын. Ыдысқа жабысып қалмау үшін бірінші глазурды ыдысқа құйып, жан-жағына жағып аласыздар. Міне енді сіздерге дұрыс жолын көрсетіп жатырмын. Әбден осылай аунатып алу керек. Сонда аппақ әдемі болып шығады. Енді осыны тарелкаға немесе сеткаға қойып қоясыздар. Осылай жайлап қатып жатыр. Бір күнге қойып қойсаңыздар өте әдемі болып шығады. Менде әлі толықтай дайын болмады. Осылай жайлап қата бастайды. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Өте дәмді пряниктер шықты. Сіздер жақсы көресіздер ме, комментарийға жаза кетіңіздер.